Sen kelersin. Ne aytıp dursiz, inspektor? Kim ekenimdi bilesiz be? Qala turgundары adaldığıma basiyet. Al siz meni qılmıskerdey tergep tursiz. Полиция өз міндетін атқарып жатыр. Әрбір парасатты адам полицияға көмектесуі тиіс. Айтыңыз, кеше түнде қайда болдыңыз? Кеше түнде мешіт ұйымының жыл сайынғы жиналысына бардым. Ал сіз ше, тәте? Егер кеше түнде сізді қуыршақ фабрикасында өз көзіммен көргенімді айтсам, не дейсіз, а? Бұл рас па, Сыдық ханым? Иә. Кеше түнде қуыршақ фабрикасына бардым. Сонда, Зоя ханымға қастандық жасағаныңызды өз еркіңізбен мойындайсыз ба? Қуыршақ фабрикасына барғаным рас. Бірақ ешкімге қастандық жасаған жоқпын. Бірақ қуыршақ фабрикасында Зояға біреу қастандық жасады. Дәл сол уақытта. Қылмыс болған жерге барғаным кінәлі екенімді білдірмейді. Инспектор мырза, бұл жай ғана кездей соқтық қой. Кездей соқтық. Мен де Зоя секілді Рашид жайлы шындықты білгім келді. Шындықты? Сізге бұлай деу мүлдем жараспайды. Ол өтірік айтып тұр. Мен білем. Зояға шабуыл жасаған осы кісі. Инспектор мырза, мен барғанымды мойындадым. Бірақ ешкімге қастандық жасамадым. Инспектор мырза, маған сеніңіз, ол өтірік айтып тұр. Мен өз құлағыммен телефонмен сөйлескенін естідім. Ол біреуді өлтіруді жоспарлап жатқан еді. Бірақ әттеген ай, сол қастандықтың құрбаны. Өзім екенін білмеппін. Аузымды ашсам көп сөйлейді дейсіңдер. Инспектор мырза, ертегі естігіңіз келсе өзіме айтайын. Қаласаңыз тап қазір ойдан хикая құрастырып, баяндап берейін. Егер сонда да мойныма кінә артқыңыз келсе, онда дәлелдеріңіз қайда? Дәлел бар. Бұл менің ұлым Рашид. 17 жыл бұрын ол қуыршақ фабрикасындағы қастандықтың құрбаны болды. Өзіне кімнің қиянат жасағанын ол жақсы біледі.
Мен сізді қате түсініп келдім. Жазықсыз болсаңыз да жазаладым. Бірақ сіз кінәлі емессіз. Айтқаныңызға сенбей талай көңіліңізді қалдырдым. Кешірім сұраймын, әке. Кешіріңіз. Кешіріңіз. Болды. Болды, әке. Бәрі жақсы болады. Өтінем. Бір рет айтыңызшы. Қылмыскер кім? Нихат, тыңдашы, қазір. Бері кел. Не болды? Айтшы. Бүгін кешкісін апам шағын отырыс ұйымдастырады. Баршаға жүктілігімді хабарламақшы екен. Достар мен туыстар келеді. Әпке маған мынаны айтшы. Отырысқа дайындықты қашан бастайын? Ох, бірақ сен бір нәрсені білмейсің. Бұл Фархан ағаға қатысты әңгіме. Не болды, әпке? Ештеңе. Әпке, айтшы. Өтінем. Жарайды айтайын. Фархан аға саған тосын сый дайындап жатыр. Тосын сый? Иә. Қателесіп тұрған шығарсың. Жоқ, оған өзім көмектестім. Ол кешке саған сари сыйлайды. Сари? Иә. Құдай-ау, ол маған айтпа деп еді. Бұл тосын сый болу керек еді. Бірақ амалғанша, мен құпия сақтай алмаймын. Әпке, алған сария әдемі ме? Өте әдемі. Құдай үшін, соны киіп шықшы. Өйткен ұлым оны бар ықыласымен сатып алды. Оған қыңырлығыңды көрсетпе, ұқтың ба? Апа, ол міндетті түрде киет, солай ма? Жоқ, қызым, меңзегенім бұл емес. Не айтайын? Соңғы күндері оның сәрекетінен қорқа бастадым. Әйтеуір қонақтардың көзінше Фарханды ұятқа қалдырмаса болғаны. Уайымдамаңыз, Нихат міндетті түрде киет. Кешкі отырысқа дайындықты бастаймыз ба? Нихат әйтеуір бәрін білгін кеп тұрады, е? Құпияларды ашқанды жақсы көресің, солай ма? Бүгін кешкісін қақпаныма қалай түсіп қалғаныңды аңғармай, өзің құпияға айналасың. Бір рет айтыңызшы, әке, қылмыскер кім? Рашид. Бір белгі берші, Рашид. Неге Рашид Ваджидке қол сілтеп тұр?
Бірақ инспектор болса, Ваджип үй қызметшісі ғой. Оның бұған дәті бармайды. Оның үстіне Ваджип бізге 10 жылдан бері қызмет етіп жүр. Ал қуыршақ фабрикасы 17 жыл бұрын өртенген. Рашид кімге болса соған саусақ шошайтады. Инспектор мырза, қолдарында еш дәлел жоқ. Куәгер деп әкелген адамдары басынан не өткенін айта да алмайды. Ол қалай куәлік етеді? Бәрі өтірік айтып тұр. Өтірік! Сіз өтірік айтасыз. Тұтқындаңыз оны. Мен білсем, бәрін жасаған сол. Хан мырза, заң сіздің сөзіңізге емес, дәлелге сүйенеді. Қолымызда нақты айғақ болмайынша, ештеңе істей алмаймыз. Жүріңдер, 1 минут. Тағы бір дәлел бар. Қаңқа. Қуыршақ фабрикасынан табылған қаңқа. Әкем сол үшін жазасын өтеді. Бірақ оның бұл іске қатысы жоқ еді. Егер сол қаңқаның кімге тиесілі екенін анықтасақ, нағыз қылмыскерді табамыз. Хан мырза, түсінем. Бұл істі соңғы рет тексергенде қаңқаға қатысты ешбір дәлел таппадық. Бірақ уайымдамаңыз, Зоя ханымға қастандық жасағандар көп ұзамай ұсталады. Кеттік. Фархан, мәссаған. Өте әдем екен. Өзің сатып алдың ба? Я, анашым. Нихат лехенга сияқты сари киген емес. Наджманың айтуынша, бұл сәнді сари. Нихатқа ұнаса болғаны. Мұны ұнатпаған қыздың есі дұрыс емес. Әрине, Нихат сені ренжітпес үшін киет. Мен Құдайдан тек мынаны тілейм. Нихат қонақтардың көзінше абыройымызды айрандай төгіп, масқара етпес екен. Солай. Олым, кейде ойланбай сөйлейм. Балам, қонақтар келе бастады. Барып қарсы алшы. Иә. Мен Нихатты көріп қайтайын. Я, апа.
болды? Ұйқың келмеді ме? Жоқ, қарным ашып кетті. Кеше түннен бері түк жеген жоқпын. Білесің бе, мен аш болсам мүлдем ойлана алмаймын. Үндеме. Не болды? Тамаш. Не болды? Тамаш дейін. Қайда бара жатырсың? Мені жалғыз қалдырма. Хайдер! Құдайым-ау, жалғыз өзім не істеймін? Енді қайттым. Хайдер! Мені тастап қайда кеттің? Зәрем ұшты ғой. Қарбыз ба? Маймылдар шулап кетті. Оларда тамақ бар шығар деп ойладым. Ананас таптың ба? Ханым, мен мұны базардан әкелген жоқпын. Ананас дейді ғой. Бірақ мұны қалай жейміз? Міне осылай. Хайдер, басқа амал жоқ па? Бар, не жейсің, не аш қаласың. Көп рахмет. Маған емес, маймылдарға рахмет айт. Соларға айтып тұрмын. Мұнда желі ұстамайды, ал ол музыка тыңдап отыр. Өңкей ескі ән тыңдайды екен, өзінше батырсымақ. Маған ескі әндер ұнайды. Бұған қарсылығың бар ма? Жоқ.
уайымдама, Рашид. Ұлың оралады. Мақтанышың қайта оралады. Көресің, ол барлық мәселенің шешімін табады. Иә, солай. Бүгіннен бастап бәрі маған есеп береді. Енді іскерлік ұсыныстарды өзім қарайым. Білем. Бұл өкпе-реніш көп жылдан бері жиналып қалған. Бірақ Асат ұлың ғой. Тұңғышың. Ол үлкен ұлың ретінде өз парызын орындайды. Дереу бірлескен есеп шоттарды бұғаттаңдар. Мен айтпайынша, компания чектері бекітілмесін. Естідің бе? Ол сені әке деп атады. Көресің. Рашид уақыт өте келеді. Қалай жақсы көретінді айтады. Аты жөнім бе? Асад Ахмет хан. Рашид Ахмет ханның ұлы. Түсінікті ме? Менің орындығыма отыруға қалай дәтің барады? Тіпті әкеңнің бұл орындыққа отыруға жүрегі дауаламаған. Ол біраз жұмыс істеу керек еді. Бірақ ол істемеді. Ал мен әділет орнатуға келдім. Бүгін сіз құтылып кеттіңіз. Бірақ бұл мәселе әлі шешілген жоқ. Мына үнді естідіңіз бе? Бұл тыныштықтың үні. Дауыл алдындағы тыныштық. Абай болыңыз. Дауыл келе жатыр, Сыддық мырза. Мен өмірімде талай жойқын дауылмен бетпе-бет келдім, Асад. Сіз қалағаныңызды істей беріңіз. Осымен жазаңызды алатын уақыт келді. Әлі де кеш емес. Қылмыстарыңыз үшін кешірім сұраңыздар. Әйтпесе, бұл игі істі өзім жасауға мәжбүрмін. Қызым, сені әлі түсінбеген сияқтысың. Мәселенің мән жайын білмесең, өзіңе жат іске араласып, әуре болма. Мұнда ойын ойнауға келдің. Бірақ есіңнен шығарма. Ойын да менікі, фигуралар да менікі. Бүкіл өміріңді сарп етсең де, бізді әшкерелей алмайсың. Бір айдың ішінде бәрінің астан кестеңі шығып, ойын ережесі өзгереді. Бір айдан соң екеуіңіз темір торға қамаласыздар. Бұл Асад Ахмет ханның серті. Құтты болсын. Рахмет. Рахмет.
Құтты болсын, болашақ әке шеше Имран мен Наджманы шын жүректен құттықтаймыз. Рахмет. Сені де құттықтаймын. Рахмет, рахмет. Дәм ауыз тидіңіздер ме? Өтінем, дәм татыңыздар. Апа, иә? Апа, Нихат қайда? Нихат па? Бәлкім дайындалып жатқан болар. Әлі дайындалып жатыр ма? Мен барып шақырайын. Жоқ, қызым. Еш қайда бармай-ақ қой. Сен бүгінгі кештің жұлдызысың. Егер кетіп қалсаң, кештің қызығы қалмайды. Өзің білесің. Одан да мен барып келейін. Жақсы. Бүгінгі кешке осы сариді киіп мені қуанышы. Фархан маған осыны алып бер деді ме? Осыны кигенімді қалай ма? Жоқ, мен мұны кие алмайым. Мұны қалай кием? Құдай үшін соны киіп шықшы. Өйткені ұлым оны бар ықыласымен сатып алды. Оған қыңырлығыңды көрсетпе. Не істесем екен? Егер мұны кимесем, тағы дұрыс түсінбейді. Фархан бұл киімді маған шын ықыласымен алып берді. Наджма да таңдасқанын айтты. Не істесем болады? Мен мұны қалай кием? Неге сонша уайымдайсың? Олардың қолынан ештеңе келмейді. Полицияда, сотта ештеңе дәлелдей алмайды. Жас ойыншылар біз сияқты тәжірибелі ойыншыларға қарсы тұра алмайды. Әңгімені аяқтамай қайда бара жатырсың? Мешітке барам. Ғибадат етем. Мына жағдайдың бәрі мені әбден қажытты, Рәзия. Саған не дедім? Бұл мәселенің шешімін табуды маған тапсыр. Бәр жақсы болады. Мынауда қорқып, жекемді жұқартты ғой. Енді қайттым. Әлсіз адамдар қиындыққа төтеп бере алмайды. Ал Рәзия тозақтың отына киген Сыдық мырза. Тозақтың отына Рәзияны жеңу оңай шаруа емес.
Рәзия оңайлықпен берілмейді. Ол өзін құтқару үшін кез келген айлаға барады. Шындықты жасыру үшін де барын салады. Олар шындықты айтуға мәжбүр, анашым. Өз ауыздарымен. Мен де айтқанымнан қайтпай. Асат. Ашуға беріліп, бәрінің астан кестеңін шығармаш. Мәселе бұлай шешілмейді. Ақылмен ойлану керек. Байыппен шешкен абзал. Рашидтің көрген азабы сенің басыңа түспесе болғаны. Өзіңді ұстай біл. Саған аса сақ болу керек. Өзің үшін болмаса да, анаң үшін абай болшы. Тәте дұрыс айтады, хан мырза. Жақсылап ойлануымыз керек. Егер басқа жол болса, Фаруки ханым, әлде қашан тауып алар едік. Бізде не куәгер жоқ, не дәлел жоқ. Жалғыз ғана амалымыз қылмысты өздері мойындайтындай халге жетуіміз керек. Бірақ олар ешқашан мойындамайды. Міндетті түрде шындықты айтады, анашым. Тек соның амалын табу керек. Мен таптым. Иә, маған бір ой келді. Фаруки ханым, төменге түсіңіз, өтінем. Бұл өте маңызды мәселе. Эмоцияға берілмеңіз. Құдай-ау, сізге не болған? Сонда сөзімнің салмағы жоқ деп ойлайсыз ба? Не істеуге болатынын ойластырдым. Рас айтып тұрмын. Бұл ой қайдан келді? Планшеттен бе? Жоқ. Бұл ой мұнда, басымда болды. Ал планшетте... Неге сізге айтып тұрмын? Технологиядан хабарсыз адам мені қайдан түсінсін? Дұрыс па? Фаруки ханым, мұндай жағдайда Зояға тән ойлар іске аспайды. Рас па? Онда Зояға тән ойлар. Қандай ойлар? Зояға тән ойлар ешқашан жүзеге аспайды. Міне, мәселе осында, хан мырза. Дәл осы. Білесіз бе, сымбатты бола тұра неге үйленбей жүргеніңізді? Өйткені сіз қыздарды көрмей жатып, мін тағасыз. Алла сізге Зоя Фарухи сияқты мінсіз бикешті жолықтырды. Ал сіз қырсығасыз, оның ақылын тыңдамай жатып жоққа шығарасыз. Мінезіңіз сондай. Бәріне баға беруге құмарсыз, хан мырза. Мені түсінбейсіз. Қыз боп туған соң ойлануға ақылы жетпейді деп ойлайсыз. Солай ма? Мұны қашан айттым? Бірақ сіз осыны меңзедіңіз. Маған өтірік айтпаңыз, ұқтыңыз ба? Не деп ойлайсыз? Мені оттан құтқарған соң өзіңізді қаһарман сезіндіңіз бе? Батырмын деп тұрсыз ба? Бірақ хан мырза, шамаңыз жетпесе, мұндай әрекетке бармас едіңіз. Сіз қырсықсыз, әрі бір беткейсіз, хан мырза. Қолыңыздан төбелескеннен басқа түк те келмейді. Ойланатын уақыт келгенде саналы ақыл керек болғанда, бар жауапкершілікті Зоя Фарухи өз мойнына алады. Түсінікті ме? 1 минут. Қайдағы 1 минут, хан мырза? 1 минут үзіліс жасайық. Ал енді Зояға тән ойлар жайлы айтып берші. Зоя, Іске асыратын болсақ қана айтам. біз тек ойынның іске асып, аспайтын ғана білгіміз келеді. Яғни, Тәте, сіз хан мырзаның айтқанын қайталап тұрмысыз? Ақылды екенімді білесіз ғой. Қолымнан мына өмірдегі кез келген іс келеді. Тәте, тыңдаңыз, менің ойым, ойым әрдайым жүзеге асады. Тәте, сол ойлардың арқасында хан мырза маған алғаш рет сезімін білдірді. Білесіз ғой. солай ма? Хан мырзаны оп-оңай жеңгенде, тәте маған сөз болып па? Хасина, енді сен де біз сияқты әже боласың. Иә, мұның рас. Сонымен қатар араларыңдағы ең жас әрі сұлу әже болам. Негізі ел жұрт мені келіндерімнің әпкесіне ұқсатады. Иә. Ол өзгермейді. Апа, 1 минут. Иә. Апа, Никхатқа киім ұнады ма? Иә?
Әрине. Не болды, апа? Никхат Сариді ұнатпады ма? Құдай-ай, Фархан бекерге уайымдайсың. Әй, Нихат сені қатты жақсы көреді, сондықтан жүрегінде ешқашан жараламайды. Нихат? Никхат, бұл қай көргенсіздігің, қандай киім киіп алғансың? Фархан, мен сені әкелген... Никхат, ішке кір. Бірақ Фархан... Никхат, ішке кір. Фархан, тыңдаш. Көңіл күйлеріңіз көтеріліп қалды ма? Қазір сіздерге шәй мен тәтті алып келейін, жарай ма? Иә. Имран балам. Иә, апа. Қазір дәм татыңыздар. Мінеки, Бұл не? сізге сүт әкелдім. Дәріңізді ішпейсіз бе? Бөлмеге апарып қой. Жарайды. Иә, хан мырза. Иә, қолымда дәлел бар. Иә, хан мырза. Таңертең дәлелді инспекторға тапсырам. Бірақ, хан мырза, қазір дәлелді не істеймін? Не? Қоймада сақтаймын ба? Жарайды, хан мырза. Дәлелді қоймаға жасырайын. Ешкім көріп қоймасын. Жарай ма? Ол қандай дәлел тапты екен? Біліп алуым керек. Барайын ба?
егер ол шынымен кінәсіз болса, түн ортасында қоймаға ұрланып бармас еді. Менің атым Зоя Фарухи. Енді көресің. Қылмысты мойындағаныңызды планшетке түсіріп алам. Фильмді қазақ тіліне аударып дыбыстаған Астана телеарнасы. 2025 жыл.